Мынау кімей? Ана басты кіріңдер деп рахмет етті ғой, тоспа жолымды. Тілмәш келіп сөзге араласты. Қажының қазір қонақ қабылдар уақыты жоқ. Қандай шаруаң болса да маған айт. Қоңырала түлкіден әдемі керей тымақ, бірыңғай көкжал қасқыр терісінен үлкен ішік, шегірен былғарыдан қос байпақты саптама етік киген, тығыршықтай шымыр денелі, дөңгелектеп сәнімен қойған шоқша сақалды ағзамның бас аяғынан тартып, Фың Жужаң бір шолып өтті. Мынадай келіскен тәкаппар тұлғалы қазақты көргенде қызғаныштан ит жыны ұстап кетті. Ағзам мұны елемеген сыңай көрсетіп. Қажы шақырған әтейлеп. Өзімен кездесемін. Айтатын ғарызымыз бар. Жол босат. Қырдада жолқат, Макамадада жолқат. Қазақты қарға адым аттатпайтын қайдан шыққан закон бұл, деді бейне өрістен жылқы қайырып жүргендей қатты дауыстап. Фың Жужаң тұлыбына сыймай ашудан жарылып кете жаздады. Егер ауашада болса ит жет алар еді. Ызаға әбден булыққан ол, Жанымханнан басқа адам қазақтың жұмысын бітіре алмай ма екен? Айт кәне, не шаруаң бар? Деді сұрланып. Ей Тілмәш, саған өзі не керек? Атан түйе ме, жүйрік ат па, алтын күміс жамбы керек пе? Айтшы мынаған. Осы не сөзді ұқпай тұрма өзі? Қажы кел деп уәде берген, босатыңдар жолды. Ағзамның сөзін Тілмәш қаншалық майын тамыз аударса да, Фың сауырын да сипатпады. Көзіне қан құйылғандай қызарып. Кет деймін. Кет десе итте кетуші еді ғой. Қажы жоқ бұл жерде. Болса да тап саған кездестірмеймін, деді де кеудесінен итеріп жіберді. Бірақ ағзам жерге шегеленіп қалғандай тұрған орнынан қозғалмады. Қозғалғанды қойып, шынтағымен Фыңды жүрек тұсынан қатты нұқып қалды. Қарулы жанның құрыштай шынтағы теңселтіп жіберді. Бу, деп бойын зорға түзеді де есіктегі сақшыларға ымғақты. Енгезерде екі сақшы әй-шайға қаратпай, оған ләм-мим деместен артқы есікке таман сүйреп еді. Ағзам қаншалық бұлқынса да, қақпанша қысқан саусақтар босатқанды қойып, бойла кіріп бара жатқандай сезінді. Мыналардың саусақтарын құдіретті бір күш келіп, қыршып тастамаса енді босатпасында білді. Жанымхан-ау, Жанымхан, қайдасың? Талатып қоясың ба мына иттеріңе? Деп қанша айғайласа да ешбір жауап ести алмады. Бір кезде қатты бір нәрсе қара құстан сарт етіп тигенін, онан соң басындағы тымағы мен қасқыр ішігін біреулердің шешіп жатқанын болар-болмас сезінді. Буын-буыны құрып, тынысы тарайған сияқтанды. Жанымхан, қара төбет, деді де есеңгіреп кетті. Ағзамды қаматып тастаған соң, Сарсүмбенің оймен қырын, жалпақпен құйғанның түйілістерінен тартып, сауыр сайқанға дейін ат сабылтып аралап келген Фың Жужаң көрген білгенін әңгімелеп отыр. Уаң Сіленға қоңырқай көзін төңкеріп қойды да, онан кейін Жанымханға таман төңкеріліп сабақтай берді сөзін. Осы қазақ қандастарының шың дубанға неге өшікті? Ал қажының мансабын құрметтеген күннің өзінде қажылығы мен аузындағы иманын құрметтеу керек еді ғой. Амал қанша, шың дубанға тісін басқаны сияқты қажыға да қатты өшігіпті. Қолдарынан келсе басын аламыз дейтін көрінеді. Фың сөйлеп отырып, оң жақ шекесіне жарып тараған сұйықтау сарғыш шашын артына қарай жатқыза сипады. Қажыға күле қарап қойып, қазір Сарсүмбе жағы да ушығып тұр. Өр Алтайдан астыртын келіп кеткен жолаушылар да бар екен, дей беріп еді, үнсіз отырған Өленбай сөзге араласты. Қайдағы жолаушы? Жолаушы емес, тыңшы құйыршықтар екен. Әй Өленбай, қойшы, Фың Жужаң сөйлесінші, деп қажы қағып тастады оны. Фың шылымын тамызып алды, аяғын айқастырып орындыққа шалқалай отырды да, былтыр күзге салым еліші желсіз күнгі су беті сияқты тып-тыныш еді ғой. Қазір дауыл тұрар алдындағы желемік сияқты бір леп бар. Әлгі Бисұлтан, Арыстанбектер ел ішінде жүр деген қауесетті құлағым шалды. Деп тоқтай қалып шылымын шірене отырып құшырлана сорды. Мен мынадай бір сұмдық хабар естідім.
Ел ішінде біздің сақшының шеріктердің киімін киген бөгде кісілер пайда болыпты. Қанша тектесем де тегін таба алмадым. Бірнеше жерден бой көрсетіп ғайып болып кетіпті. Ал біз қамап отырған ағзам ел ішіндегі от құйрықтың өзі екен. Менің көргендерім мен естігендерім осы. Ал енді Өленбай не айтады? Өз аузынан тыңдаңыздар. Жасы 30-ың ішіндегі Өленбайдың оты бетіне шығып тұрған уытты жігіт болғанымен сөзге тойпаңдау. Жетелеп сөзге тартпасаң ашылмайтын тұйық мінезді болатын. Шикіл қызыл сары беті тепшіп кетті ме қайтты. Маңдайын алақанымен сипап қойып сөзін бастады. Бейсұлтан ел ішінде жасырынып жүр деген дақпыртты мен де естідім. Сары ізіне шөп салып көп сандалдым. Ол пәле қатын төркіне апарып тастапты дегенді естіп барсам, ол қатын басымды ашып кеткем деп маңайына да жуытпады. Ал Бұқат пен Дәлелхан ауылдарда сырттай тып-тыныш екен. Олар Өленбайдың нәрсіз сөзіне оншалық құлақ аспады. Тек Жанымхан ғана сөз қыстырып. Мына Мәндубастың көп жаңалығы болмады. Десе де Бұқаттың жоғын жоқтар, атқа мінер ұлдары әлі жас. Мәнкейдің ұлдарының да жінтіктісі белгілі. Естуімше сүйекке таласқан ұялас күшіктер сияқты бейсілікке таласып жүрген көрінеді. Ал Дәлелханды жоқтар Сүргібай әулеттері де белгілі. Ендігі өртті қойса Арыстанбек қояды. Апырау, сол Алтай бетіне тұрақтай алар ма екен? Бұлардың қырдан әкелген ақпарын барымтасымен ынтасымен тыңдаған Уаң Сілең бір сәт ойланып барып. Ел ішіндегі ауқымды меңгерудің, бұзақыларды буалдырлықтаудың қолқа тамыры әскери күшке сүйену емес, қайта ел ішіне тор жайып, қақпан құратын көз құлақты молайтуда. Шама келсе әкесіне баласын, баласына әкесін бақылауға қою керек. Сонда ғана тыныштық орнайды, деді де тар шеке шақша басын оң жаққа қисайтып Жанымханға бұрылды. Қанішерлер ұлтқа өкілдік етпейді. Қайта жақсылық пен жамандық жүрекке байланысты. Қажының үйіне баса көктеп кіріп, ойран осырын шығарғандардың жүрегін ақ деуге бола ма? Әрине ақ ниеттілер емес, жау ниеттілер. Бұлардың тамырына балта шабу парыз. Мына сөздерді естіген қажы өзін ұстай алмады. Қолын кеудесіне қойып. Рахмет, рахмет. Бұл мүттәйлердің жүрегі қара. Иә, жүрегі қара, деді де әппақ меруерт сияқты кіршіксіз тістерін көрсетіп бір түрлі күрсініп қойды. Бөлме үшін кемшақ тыныштық меңдеткен аралықта Уаң Сілең. Жә, қажеке, деді жайбырақат қоңырау үнімен. Жағдай мынадай қауіпті кезеңде амандық қорғау отрядын құрмасақ болмайды. Қазақ азаматынан кімді қоясыз? Бір байламға келген шығарсыз. Бұл отряд Шынтуайтынға келгенде өзіңізді қорғайтындар ғой. Өз жоспарын тап осындай сәтте кілтен кезеңнен асыратын Уаң қажының көмейін байқап еді. Қажы да іркілмеді. Көп ойландым, көп толғандым. Ақыры бір жүйеге келдім. Борис пен Дөгіржаптан асып түсетін Макила деген жігіт бар. Соны тағайындадым. Қазір қайда ол? Қырдағы ауылда ғой. Уаң босағада қорғаушысына иек көтеріп еді. Ол лып етіп шығып кетті де сып беріп қайта кірді. Қоңыр былғары чемоданды әкеліп ортаға қойды. Уаң чемоданды өз қолымен ашып, күрең қапты, ағаш сапты мауызырмен 8 ғырлы қысқа қанжарды шығарып ортаға қойды. Жылтырауықты, әсіресе әскери қару-жарақты қызық көретін Өленбайдың көзіне шоқтай басылды. Ұстағысы келіп тақаты таусылды. Қажеке, деді Уаң сұқ саусағымен мауызырды нұсқап. Қару-жарақ қой, шешуші кезеңде жаныңды да малыңды да алып қалады. Мен мыналарды Өленбайға тарту еткелі отырмын. Ендігі ел ішіндегі шаруаны осы азаматқа тапсырғым келеді. Өленбайдың жан дүниесін бір түрлі қуаныш сезімі билеп, жаутаң қағып қажыға бір, Уаңға бір қарады. Оның қуаныштан қипыжықтап отырғанын Уаң да сезе қойды. Бір қолына мауызырды, бір қолына қанжарды алып, қос қолмен ұсынды. Өленбай еңкейіп тұрып, қос қолдап, қошаметпен алды. Қыран бүркітті
зар бабына келтіріп алып томағасын тартатын әккі саятшы сияқты Уаң Өлеңбайды сал бурынға салу торын әлдеқашан құрған. Екі сөзге келмей-ақ қолындағы жемді қағып түскенін іштей масаттанып, мына қарумен қажыны да өзіңді де қорғайсың. Десе де, бұл көрінгеннің қолына түсе бермейтін асыл екенін білесің ғой, деп артынан салмақ сала айбар көрсете сөйледі. Әлгі асылдарды кеудесіне басып тұрып, іркілместен сөйледі Өлеңбай. Сіздер сілтеген жерге тап осы қанжардай қадала алмасам жігіт екен демеңіз. Ел тыныштығы, ер азаматтың амандығы үшін қынабынан суырылар қанжармын, деді де талайдың салтақ табанындағы қалған дәурені өтіп, тозып бара жатқан кілемге жүгініп, ант бергендей иіліп тұрып бас қойды. Уаң Жанымханға көзінің құйрығымен бір шолып кемшақ ойланып отырып қалды да, астыңғы жағы күлкілдеген уытты көзін Өлеңбайға қадап отырып, жарайсың, бірақ мынаны есіңде ұста. Баяғыда Көктоғайдан шыққан Сүлеймен деген жендет Ху Жужанға осылайша ант беріп, артынан опасыздық етіп, қайырылып кеп құтырған итше қапқан. Опасыздың ғұмыры қысқа болады ғой. Әйтеуір шың дубанға адал болғайсың, деді де Өлеңбайды күдірейген жонынан сипап есіктен шығарып жіберді. Жә Қажеке, деді Уаң шалқалай отырып. Бір шаруаны тындырғанда ішкі қуанышы болар-болмас күлкі болып, өңінен ойнап шыға келуші еді. Бұл жолы ол қадеті байқалмады. Бір түрлі ызбарлы әлпетпен қажыға бұрылды. Қарусыз жауынгерде қауқар болған ба? Сенімді азаматтарды қаруландырып, шепке қойсақ алаңсыз боламыз. Ал енді Макиланы алдырыңыз, қорғау отрядын құруға қамданайық. Фың ендігі кезекті қажыны аттандырып салды да, екінші қақпанды құруға қамданды. Шыңғысайдың Сарсүмбедегі түрмесінде бір қазақ қақсап жатыр, қарғап сілеп жатыр, қанжылап жатыр. Бірақ оның зарлы дауысы Құдайдың да, қожайынның да құлағына шалынбайды. Қаншалық ашуланып зарланғанымен, бұл ортаға оба тиіп, барша тірлік құрдымға кеткендей жым-жылас, әншейін бір өлі дүние. Сондайда ол тарс бектөлі есік төпештеп жақ жабар емес. Қажы деп, қазақ деп, аузында иманы, қолында Құраны бар деп саған сенгенім құрысын. Сен мені зарлатсаң, сені Құдай тағала зарлатсын. Бұл қорлық өз басыңа келмесе, ұрпағының басына келсін. Олар да мен құсап зарлансын деп қасіретті дауыспен айқай салды. Бұл зар ағзамның зары, ағзамның ащы дауысы еді. Қараңғы қапаста зарланған бейкүнә пенденің шыбын жаны қанды қолдың жалғыз тал жібіне ілініп тұрғандай, егер жіп үзілер болса, оның шыбын жаны да сонымен қоса үзілердей, ол арлы-бері сенделіп, сілесі әбден қатқан соң сылқ етіп отыра қалды. Сақал мұрты тірілдеп, ұзын иегі кемсеңдеп кетті. Жарты ғасырдан әнтек асқан тұсамыстай ғұмырының біткен жері, үзілер жері осма екен. Бейшара бейбақ итшілеген өмірдің қандай қақпанын аңғалдықтан басқанына қатты өкінеді. Бас бармағын қарш шайнады, қара күрең қан бұрқ ете түскен. Үн-түнсіз сұлқ отырған оның қайсы бір жүйке тамыры ерте тынығып, ерте оянды екен, әудемнен кейін тостағандай көзін ашты. Тар бөлме тастай қараңғы еді. Қараңғы бөлменің бұрыш-бұрышынан әлденеше басты айдаһарлар айыр тілін жалаңдатып, уыз шашып жұтқалы келе жатқандай, үрей мен қорқыныштың, қауіп пен қатердің не екенін әлдеқаштан естен шығарған ол орнынан сүйретіле тұрды. Әлде бір нәрсені қарманғысы келгендей алға қарай қол созып еді, сұп-суық қырау тұрған тамға алақаны тиді. Кері қарыс маңдайын тамға төсеп, бір кезде есін жиды. Кенет қасқыр ішігімен тымағы түсті есіне, көбірлеп кетті, еңіреп егіліп кетті Сахараның аңқауы. Апырай, қандай жауыздар еді. Үйіне келген кісінің киімін тонап, тас үйге қамап тастаудан асқан жауыздық бола ма? Әттең, қара төбет Жанымхан, енді дидарласар болсам, дегенде жақ сүйектері мен тістері қайшыланып кетті. Кемшақтан кейін алыстан естілген ат тұяғының түбірі сияқты бір дыбыс жетті құлағына. Белгісіз үміттің сәулесі көкірегіне болымсыз түскендей
болымсыз түскендей құлақ түрді. Іштей күбірлеп кетті қу пенде. Ау тәңірім, тағалам, талай-талай бәйгеде бірінші боп сұлулығын ұстаған тарлан көгімнің аяқ тастасыма қалай. О тәңірім-ау, мынадай азапта өлі мен тірінің арасында жатқанымды естіген қуатым ба екен, тарлан көгіммен ағызып келе жатқан. Апырай, бейшара бала мен құсап бір пәлеге ұшырамаса екен. Әлгі кемпір ғой қуатты осылай жіберген. Оның жан-бұраныс толғанысын ұзаққа жібермеді. Қатты қол есікті тарс ашты. Ішке аса күшті қол шырақтың жарығы түсті. Шық бері деген қатаң дауыс қабандай күж етті. Көзі жарықтан жасқанғанды қойып, ашумен ызаның кек жалыны лапылдаған ағзамның көзі отты сезілді сақшыға. Мына жауыздың көзіндегі жасынды қарашы, түз тағысына шағылысқан ба екен шешесі. Тікірейіп тұрған кірпігімен қасын қарашы өзінің, қасқырдың көзіндей отты. Екі сақшы осылайша шүңкілдесіп тұрғанда, ағзам бісміллә деп оң аяғымен сыртқа шықты. Байқа, байқа, бұлар жыртқыш келеді деп біреуі сыбырлап еді, екіншісі асауды құлақтағандай желкесінен басып тұқыртпақ еді, көнбеді. Күш көрсетті, екеудің аты екеу, тыңның аты тың емес пе, шүйдесінен басып тұқыртқан күйі алға сүйреді. Тамұқтан құтылып таза ауаға шыққан соң азда болса ширап еді, қатты қалжыраған ол кере адымдап жүре алмады. Қайта-қайта сүрініп, таяқтаған соң әлгі екеуі түйгіштеп қолтығынан алып тырылдата сүйреді. Апырау, жеті түнде қайда апарасыңдар тегі? Қажынікіне апарып салыңдаршы, деді ағзам өз тілімен. Өзге тілдегі сақшылар оның тілін қайдан ұқсын, түйіп қалды бүйіріне. Әй, көрлеріңді өкіргірлер-ай, мені де қарақұлдың аяғын құштырып, қараңғы үйде өлтіреме екенсіңдер, деді де қатты қол сақшының итпегіне көніп, бұрған жағына жүруден өзге амалы қалмады. Толас таппай айналып тұратын жұмыр жердің оғы іспеттес, тынымы жоқ қу тірлік адам пендесін қай мүйіске бастамаған, қандай қадетке қалыптастырмаған дейсіз. Жастайынан жұлмұрт өскен қажы тыныш тауып отырар күні жоқ. Қайда болса да үлкендік кішілі шаруамен айналысып кеп жүргені. Қажыға барып мұсылманшылықтың жолына түскен соң, қалай екен әйтеуір 90 күн ораза ұстайтынды шығарды. Жуықтан бері аузы берік еді, оның үстіне құрып қалғыр қу қызмет қабаттасып жүйкесін шаршатқан. Бүгін ол кеңсесіне шыққанда екінті намазы таяп қалған. Ол еш қайда бұрылмай тізгін ұшы үйге оралған. Қызыл тоқал жайнан қағып сырт киімін шешіндірген соң асығыс дәрет алып намазын асықпай оқыды. Ауыз ашқанша тыныстап алғысы келді білем. Құс жастыққа бас қойып еді, көзі ілініп кетті. Ауыз ашар шақ толып, тоқал оятпаса, ол бір сұмдық түстер көрер еді. Көзін ашса, үй іші ала көлеңке, бейуақ екен. Шам жағылған соң, ауыз ашар алдындағы мұсылманшылық ырымын жасап, дастархан шетіне келіп отырды. Әсіресе ашқарын шақта жылаған дойраның ашы қара тұзы ма, әйтеуір ашқазаны қыжылдап бір түрлі жайсыз күйге ауысқаны. Оның қабағы қырыстанып отырған сәтте қан жылым етіп жылтпалап әкелген қысырдың қымызы ғана сарайын ашса керек. Қара мұртын ширатып, жымын қағып, тоқалға күлімдей көз салды. Жүйрік қиял нәпсіге, тойымдылыққа бой бермейтін арсыз көңіл арам ойын кейде қай-қайдағыға жетелейді ғой. Басқаны қойып, бағы тасып, бәсіресі асып бара жатқан қажыны да нәпсі деген пәле танауынан ноқталап, оңды-солды жетелейтін шақтары болған. Әуел десең қу нәпсі бірді, екілі қарабас, сарыбас құрттарды оның өзегіне өрлетіп жіберіп, дөңгелентіп қызығын көретін. Алдамшы нәпсі біресе патшаның алтын тағы, біресе өлшеусіз қызық думан болып, қызыл түлкідей бұлаңдап қажыны шаршататын, кейде сергітетін. Қажыда нәпсі құмар өзекті пенде емес пе? Тіпті басын сәждеге қойған сәтте нәпсіге ілесіп, ойына қай-қайдағы түсетін.
Әлгі екі шара қымыздың желігі ме, әлде басқаша бір желік пе, кенет көз алдында қазақтың тойған қозы іспетті қоңыр көз қыздары елестей кетті. Мына қызыл тоқал алтыншы әйелі болғанымен жетіншіге де зауқы шапқан түрі бар. Қажы жашиқ намазынан сәресіге дейін, тіпті таң намазына дейін нәпсіге ілесіп дөңбекшігені бар. Түнімен нәпсі дариясында малтаған қажы енді кеңсесіне келген басқаша бір тартыстың тауқыметіне малтықты. Оған иықтаса келіп отырған Фыңжижан: «Қажеке», деді, түндегі ішімдіктен талаурап, көкшіл тартып, көлкілдеп кеткен бетін қажыға бұрғанымен, жүн мөңкіген лебізін ішіне алып соза сабақтаған сөзін: «Таң атқанша тергедік. Ол сұмырай бет бақтырмады. Мойындағанды қойып, бар пәлені өзіңізге жаудырды. Қазір жалғасты тергейміз». Қажы бір сәт ойланып отырды да орнынан тұрды. Екі қолын артына ұстап тұрып: «Тергеуді түнде жалғастырыңдар. Әлгі Жақау деген тергесін. Гау, Ваң, кәбіндер де келсін. Біз ішкі үйде отыралық. Тергеу ауыз үйде жүрілсін», деді де бұйрықты бейне көрсетіп орнына қайта отырды. «Қоятын сауалдарыңызды, дәлелдеріңді бұлтартпастай көлденең тартыңдар. Қажының оң солында отырған Сарсүмбе қаласындағы қасқамен жайсаңдар лезде қалай екен?» Бәрі де қоғадай жапырылып қажыға төңкерілді. Қажының жүзі нұрланып, көзі от жайнап, бір түрлі көңілділік байқатты. Үлкен отырғышқа жамбастай келіп отырды да, қоңыр мақпал тысты төбесі биік, артқы құлағы жауырынын жапқан әдемі түлкі тымағын қатшыға ұсынды. Ол әбден жайланып отырған соң, осы ұлықтардың ортақ көсеуі сияқты Фыңжижан: «Барлығы келді», деді тікесінен тік тұрып. Қажы тісін шұқып шалқақ отырған Фыңға қырын көзін тастап: «Макиламен Өленбай келді ме?» деп қоразданып сауал тастады. «Келді», дегендей Фың бас изеді. Қажы ауыр қозғалып: «Олай болса тергеулеріңді бастаңдар. Макила мен Өленбай да қасымызда болсын, тәлім алсын», деп кәбінге бұрылды. «Әлгі Дүгіржап бар ма? О да бірге келсін». «Әй Тілмәш, сұрақ пен жауапты шатастырмай дұрыс аударғайсың». Әлден уақыттан кейін екі сақшы ағзамды айдап шам жарығы күшті бөлмеге әкелді. Асты үсті тақтайлы, жып-жылы бөлмеге кемшақ көз қыдыртқан ағзам буыны құрып кеткендей күрс етіп отыра қалды. Қабағы түксиген, түсі суық, жағы кере қарыс Жақау мысық көрген күшікше тыжырына қарап алды ағзамға. Сосын: «Тұрей, орныңнан. Сені қонаққа шақырмадық. Қылмысыңды ақтаруға шақырдық», деді ширатылып. Ағзам тостаған көзін төңкеріп басқа жаққа қарады. Жақауды адам құрлы көрмеді. «Кеше Қытайың қылтамды кесердей тепектеп еді. Осы сендердің сөздеріңді түсінсем, төбемді көрмей кетейін. Қылтанақтай қылмысым болса қылқындырып-ақ өлтірші», дей беріп еді. «Тоқтат бұлшылыңды. Атың кім ей?» Ағзам буындары шорланған жуан саусағын күтірлетіп қысып қойды да: «Қараңғы үйге қамағаныңа бір қанша күн болды. Мазақтамай босат мені. Қажының үйіне барам. Бөтен бастақ қылмысым болса сонан сұра. Жантекей баласы ғой, куәгерімде, даугерімде сол», деп еді. «Иә, Жантекей болсан қайтейін. Жантекей жының ұстап тұрма», деді Жақау. «Құдуанда Жантекей сияқты атасы бар ұл да қызбалық болады. Осы өзің атасыз, тексіз ауылдың баласысың ба қалай? Көргенді болсаң, бүйтіп тепектемес едің. Осында біреулер ішігіммен тымағымды тартып алды. Әділ болсаң, мұсылман болсаң, киімді әкеліп бер. Малым иен қалды. Қатын бала-шағам шошып отырған шығар. Үйіме апарып сал. Тоқал ешкім үйіз сұраймын деп құлағынан айырылғаны сияқты, абақтыда азаматтарды шығарам деп бір пәлеге қалатын түрім бар-ау деймін. Қайтейін енді?» Басы айналған ол айтайын деген ойының бірінің басын, бірінің аяғын айтып, қойыртпақтап кетіп еді. «Тоқтатшы бұлшылыңды. Сен айтпасаң мойныңа салам қылмысыңды. Айт кәне». Қиқар ағзам мына сөзге көңілденіп қалды. Орнынан көтеріліп барып: «Ой, айнала кетейін хан бауырым-ау, сөйтші, қиып салып құтқаршы мына пәледен», деді де
кеңсірігі жарылардай кеңкілдеп еді, көз жарасынан жас моншағы төгілді. Мынау құтырғаннан саумей өзі? Тантымай айт дейім қылмысыңды. Иә, мен саған айт дедім ғой, жарқыным. Мойныма сал да құтқара салшы, Батыреке. Жақау орнынан атып тұрып, сілейіп тұрып қалды. Қара сұры шырайы талаурап, ағзамды талмау жерінен ұрып түсіруге амал ойлады. Ендігі жерде өзі көрген бас тергеушілердің алдымен жымиып, артынан арбайтыны, оған көнбесе айбат көрсетіп қинайтыны есіне түсті. Сен айтпасаң, мен айтайын. Қарайған халқымыз қадір тұтатын қажының үйіне содыр сотқарларды ертіп келіп, бассыздық істедің. Өкімет үйіне келіп лаң салдың. Бірме бас бармағын бүгіп ойлана қалды. Әскерлердің маясына өрт қойып ат ұрладың, екіме? Тфу, Алла сақтай көр. Мыналардың жала өрт қойды. Ат ұрлады дегенің шыл өтірік. Ұрлықты қойып ала жіп аттамағам. Басқаны айтсаң да өтірік айтпа, күнә болады. Осында әлгі ханшу ұлықтар бар ма екен өзі? Олар бәйбішенің баласы ғой. Әділін айтар, дүңше болса шақыршы. Бәлем, бойныңа қиып салды деген осы. Оқтың ба? Ал былтыр құйыршық Сұлубаймен қалай тіл біріктірдің? Осыны айтшы, жақында Бейсұлтанды көрдің бе? Шешуі қиын шие сияқты сұрақтарды аңғы-дыңғысы шыққан миына салып салмақтап еді, бірде-бір есіне оралмады. Қабағы салбырап көп ойланды. Есіне әлде бір нәрсе оралғандай иегі кемсеңдеп. Иә, Сұлубайды айтайын. Өлеңбайда сонда бар болатын, деп тағы да үнсіз отырып қалып еді. Ішкі үйде отырған Жанымхан мұнтаны зәндемнің мойны астына түсті. Енді қашып көрсін бәлем, деді аудармашыға күбірлеп. Өлеңбай қынжылғандай төмен қарады. Макила сыртқа құлақ түрді. Тергеуші Сұлубайдың атын өз аузына салған соң, ағзамның есіне мынадай бір оқиға елестей берген. Өткен жылдың қоңыр күзі еді. Ағаралда отырған ағзамның аулына Сұлубай мен бүркітбайлар бастаған бір топ жігіт желең ат тұмсығын тіреген. Ауылдағы кәрі жас иіліп төсек жайылып жастық болып дегендей қос әншіге құрмет қошамет көрсеткен. Қараңғы аспанға көтерілген таң шолпаны сияқты қос әнші алма кезек ән салып, Ағаралдың жалпақ даласын әнмен күйге бөлеген. Жай ғана әнмен күймен думандатпаған еді. Қауым елді көтеріліске таман күргейлеп, неғилі әңгіме шертіп, өгіт насихат айтқанды. Сонда Өлеңбай бірнеше қол шоқпар жинап Сұлубайларға қарсы шыққанда, «Әй Өлеңбай!» деген Сұлубай шаршы топтың ортасында. «Алал іске арам тұмсығыңды батырып, халыққа жау болам десең, ашық айт. Жақсы атаның баласы едің, жамандық жолдан қайт. Айтпасаң, ашық-қашық. Ырысқан мен Есімханнан, Мұса мен Сүлейменнен артық болмассың, атып тастайын ба арамас», деп мылтыққа қол қойғанда осы ағзам еді араға түскен. «Сұлубай шырағау, шырылдап қайтесің қатын баласын. Бұл шошқаның кей жамандығы барын бізде білеміз. Қара әкімге тыңшылық істеп жүрген түрі бар. Қайтер енді қара жүректігінен. Құдай үшін, мен үшін бір жолға шыбын жаның қи», деген жалбарынып. «Аға, әкеңнің сақалы үшін, қатын балаңның көз жасы үшін қидым жаныңды. Бірақ сен ел жұртпен жауласпа. Жігіт болсаң Жанымханға қарсы оқ ат. Боздап кеткен 14 боздақтың құны үшін егеулі найза ал қолыңа. Ел ішінде көжекше бұқпантайламай жауға қарсы қамшы серме», деп жылы да қатты да сөйлеп, тек Өлеңбай емес, дұйым жұртқа ерлікті, батырлықты үгіттеген, ұйқыда жатқан елді төңкеріске қарай қауымдамақ болған. Ағзам Сұлубайдың құлқынын түсінетін, қазірше тіл алғанымен қайырылып кеп Өлеңбайды жазым етер ме деген оймен. «Сұлукей-ау, әкең сапымен дәмдес болған. Шешең Дариғаның қолынан дәм татып едім. Тумасақ та туғанда едік қой. Өлеңбаймен де, өкіметпен де жауласып қайтесің. Осы өр Алтайдағы дүрбелең қалай болар екен? Әй байқайым, мына
азуы 6 қарыс қара бура сияқты үкімет күшті ғой деп сөзінің аяғын аш-жекше созақтатып еді. Сұлубай оның сөзін үзіп жіберді. Мына лебізіңізге қарағанда Шыңғысай мен Жанымханның жыртысын жыртатын көрінесіз-ау деймін. Кеудеңе біреу мініп алып, екі бүйіріңе тепкілеп, кеңірдегіңе қанды шеңгелін батырып жатса, қарап өлер ме едің? Әлде тым болмаса жастығымды ала кетей жатайын деп қарсылық етер ме едің? Қайтер едің? Дегенде жауап қата алмаған. Ал Сұлубай оған қайта қайырылып қарамай аттанып кеткен. Айт дейім, ей, жағың қарысып қалды ма деген ащы сөз бөлді ағзамның алыс шырқауға кеткен ойын. Нені айтам? Сұлубайлармен қатынасыңды. Иә, айтайын. Өтірік айтсам, Өлеңбай куә. Ертең сонан сұрай жатарсың, деді де әлгінде ғана есіне оралған оқиғаны қаз қалпында баяндады. Осылай, Сұлубайға ақыл айтқаным рас, Өлеңбайға арашашы болғаным рас. Енді барып бүгін қалайша кінәлі болам. Абақтыдағы туысымды іздеп келгенге жазықтымын ба? Амал қанша, мына үкіметтің де, Жанымханның да опасыз екенін енді түсіндім деп жерді жұдырығымен қойып жіберді. Тергеуші Жақау қайта сауал бере алмай іркіліп қалды. Жанымхан шыдай алмай орнынан созыла тұрды. Терезе алдына барып қайта шегінді. Ал Уаңсілинға басқаша бір алабөтен ой оралды. Апырау, сенімді деген оңалбай мынадай үлкен оқиғаны қалайша бізге жеткізбеген? Қарғаның көзін қарға шоқмайды деген осау. Тура тұр бәлем, әттеге сай. Қару жарақты сыннан өткізбей тұрып бере салғанымды қарашы. Ағзам кеберсіп кеткен дүрдек ернін жалап, ішінен ауыр дем алды. Оқты көзімен атып отырған Жақауға қарамай. Жә туыс, әлгі Фың деген кісі бар ма? Осы тымағым мен ішігімді, күміс белбеуімді алдырып берсе екен, қайтейін? Мал ең қалды. Апырау, Жанымханда қайда осы? Мені шырылдатқан оңбас ода, деп орнынан көтеріле беріп еді. Кетесің ғой. Ал енді екінші сұраққа көшеміз. Ауылдарыңа Бейсұлтан Арыстанбектер барды ма? Мына сауалға көмілжіп іркіліп қалды. Бірақ тағы бір ой орала кетті басына. Үндемеген үйдей пәледен құтылады деген. Бейсұлтанның мен Арыстанбегің кім еді? Біздің ауылда ондай кісі жоқ емес пе? Деді де Жақауға тіке қарады бұл жолы. Байқаса мынаны көрген түс таныс сияқтанып кеткен соң, ой туыс, осы сенің атың кім? Апырау, бір жерде көрген сияқтымын ғой, деп бұл жолы қадала қарап еді. Оттамей, атымды сұрап қайтесің? Айт деймін қылмысыңды. Иә, айтам ғой туыс. Апырау, сен осы әлгі Сұлубайлар біздің үйде өлең айтқанда тон шалбарын аударып киген бір диуана келген еді ғой. Сен тап соның өзі емессің бе? О, жасаған тәңірім, шек жоқ қой сенің құдіретіңе. Айғақшым қасымнан табылды ғой міне. Өшір деймін өңді. Жарымес неме деймін десем, қылмысың басыңнан асады. Қатулы қабақпен сіркілдеген Жақаудың даусы бәсеңдегенімен көзі қанталап ашу меңдетіп алған еді. Ішкі бөлмедегі Жанымхан да оның ау жайын оққан соң Уаңсілинға: мына айыпкер әбден шаршаған сияқты, демалдырып ертең қайта тергеңдер. Түбі қиқар адам ғой, қисық сөйлеп отыр. Байқайық, қазір бізге Сұлубай емес, Арыстанбек Бейсұлтандар қажет. Осыларды білем екен. Ендігі тергеуді ертең осылай шоғырландырыңдар. Бұған қалай қарайсыңдар, деді сыбырлап. Оң жақ қолмен шекесін сүйеп отырған Уаңсілин қажыға самарқау бұрылды. Ұйқы тығылған көзін сәл жұмып. Мынауың жайын қазақ емес көрінеді. Байқайын бір бармағы ішінде монтаны көрінеді. Қылмыскерлерге қатаң тергеу жүргізілгенде ғана қылмысын мойындайды. Айтуына қарағанда оның қылмысына Өлеңбай да Жақау да қатысты болды ғой. Тіпті мына біздің ел ішіндегі тыңшыларымызға дейін білетін болды. Еркінсітпей бүгінде таң атқанша есінен тандыра тергеуге алу керек дегенде түсі сұрланып тістері шықырлап кетті. Жер үстіндегі қулық пен сұмдықты емес, енді жер астындағы әккілік пен айлакерлікті уысына алғысы келіп жүрген Уаң қайта сабақтады сөзін. Мынаның аты Ағзам болды ғой, Мынау бізге жабысқан жек құрт екен. Мұндай болғанда ел ішінде тыңшы қоюды да сақ болу қажет екен. Байқаса мынау тыңшыларымыздың артын ашып кетті. Сонда бізге тыңшы қажетті ме?
Әлде ағзам сияқты ел бұзар бұзақыға жетті ме? Ендігі ойланатын шаруа осы. Қажы не айтар екен? Жанымханға, Тілмәшқа. Ана немені алып кетіңдер, деп еді. Тілмәш лесе Фың Жужаң да шықты сыртқы бөлмеге. Ол екеуі көп ұзамай қайта оралды. Сырттан: қара бүйі екен ғой, қажы емес. Осыдан жаным ұяда болып елге оралсам, қара бүйінің сайтан пердесін жыртқызуға мен де айласалармын-ау, деген зарлы дауыс Жанымханның құлағына жетті. Бұрын да ағзамға оның жұдырығы түйулі еді. Сол түйілген жұдырық ашылмасқа бекінді. Жанымхан түпсіз оймен алысып отырғанда: «Кәнеки, қажы, отырыңызшы, ақылдасайық», деді Уаңсілең сызданып қайта сөйледі. «Жә қажы, ел ішіндегі беделің төмендеуі, жау күштерінің көбеюі өзіміздегі әлсіздіктен екені байқалды. Сонда Өленбай мен Жақаулар, Сұлубай, Бүркітбай сияқты бандыларды уағында хабарламағандығы үшін екеуі жазалау керек пе? Әлде елді желіктіріп жүрген ағзам сияқтылардың көзін жою керек пе?» Қажы кестелі қара пульспе кепешін қолына алды. Төбесін сипалап, ауыр ойларды іштей салмақтады. Онан соң кепешін қайта киді де Өленбайларды басқа бөлмеге шығарып жіберді. Ойын жинақтап алған соң: «Мен де таусылып отырмын. Қазақта шылғи қайысты күбіге салып ұзақ иін қандырған соң бір кәдеге жаратушы еді. Сол сияқты мыналарға қатаң тәрбие қажетті екен. Егер Өленбай мен Жақауды қолдан шығарып жіберсек, сырымыз сыртқа шашып, ауыр зиянға ұшыратуы мүмкін. Алдағы күні екеуіндей адамды жетістіргенше тағы да көп уақыт кетеді. Сонда қайтсек болар екен? Менің де ақылым жетпей қалды», деп маңдайын сипалап күрсінді. Бөлме ішін кемшақ тыныштық кернеді. Бәріне де әлденеден торыққандай сыңай байқалады. Қажының қабағы қарс түйіліп, болымсыз әукесі салбырап кетті. Ұлықтар осылай әлденеге тарығып, іштей тарылып отырған сәтте ақыл тапқыш Фың Жужаң қолын артына ұстап орнынан тұрды. Ары-бері жүріп, Өленбайды шақырып алып сұқтана қарады. Өленбайда оған көз қиығын салып еді. Жужаң тіпті сұрланып, қан ішіне тартып алған екен. Үрейі ұшып, тынысы жиілеп кетті. «Жә, Өленбай», деді тістеніп. «Сұлубай сияқты баугеспе ұры, қандықол жауды жасырған қылмысың үшін қатаң жаза қолдану керек еді. Бір жолға кешірім етейін. Ендігәрі кім-дегім бұл сүрлеуді басады екен, басымен жауап береді. Ал Қажеке, сіздің бас амандығыңыз бен абыройыңызға нұқсан тигізген ағзаммен ақ сөйлесейін. Мен ақ көрейін оны». Қалай екен? Қажының қабағы ашылды. Бұл астынан шашыраған айдың өшкін сәулесі сияқты көз шырағы Өленбайға түсірді. Қажы түйіліп отырып: «Шылғи қайыс сол. Ендігәрі есіңді жиып, көзіңді ашып жүр. Жарғабаққа таяғаныңды ғибарат түт», деді. Өленбай төмен қарап бас изеді. Олар үздік-создық далаға шыққанда Сарсынбай аспаны қара қазандай төңкеріліп, қарға адым жер жүру мұң сияқтанған еді. Жанымхан, «Алла сақтай көр», деп Уаңның жеңнен ұстап кемшақ тұрып қалды. Кім біледі, Құдайдай көрген Уаң оны қайда бастар екен? Ертістің апай төсіндегі алқам-салқам орманды түбекте жалғыз ауыз жатаған шым үй болушы еді. Қуалаған шошқада келмес осы шым үй Арыстанбектің түнгі тұрағы болды. Ал Бітеуіргедегі бейсінің ауылынан шығып, шым үйге жеткенде қанталап батқан қыс күнінің қызыл шапағы сөніп, көк иірім құсап тұнып қалған көк аспан тұнжыры тартып, қараңғылықтың қою пердесі көкжиектен бері көлбей тастаған. Ертісті құлдап батысқа қарай сумаңдап соғар суық желде бабына келген жүйріктей арындап бауыр жазып алған болатын. Аяздан Арыстанбектің бетінің ұшымен танауы қыры шым ете түскен, байқаса үсіп кеткен түрі бар. Шым үйдің шығыс жағындағы ұялы теректің түбіне кеп, аттан түскен бойы басқаға бұрылмай, ақ мамық қарды уыстап алды да бетін ысқылады ау кеп.
Ол осылай жанталасып тұрған кезде Қыран мен Ертістің иен бойын андыздап, ықтасын түбектерді қыстау тұтқан елден ауашы шым үйге уәделесіп қойғандай-ақ батып бара жатқан күн шапағын жамылып Бейсұлтанда жеткен. Екеуі аттарын есік алдындағы шоқ талдың далдасына байлады да шым үйге кірді. Қарекенің қара тоғасына қайнатылған қара суды іше отырып әңгімені Арыстанбек қозғады. Жағдай өте нашар. Сарсүмбе қаласына кіру жұмаққа кіруден де қиын. Біз кіші ноғайтыны басып, қос атпен қара бұзып жасырынып кіріп едік. Амал не? Ағзамға жолыға алмадық. Жолыққанды қойып, хабар ошар ала алмадық. Ал кеше түнделетіп бейсінің ауылына келгенде ағзамды өлтіріп, сүйегін теректің бұтағына іліп кетіпті деген сұм хабарды естіп, ауылына барсақ жаназасын шығарып жатыр екен. Оның туған туыстары мені қоршап, тыныш жатқан елді ереуілтіп, елірткен сенсің, ағзамды істікке шаншып өлтірткен де сенсің деп тап берді. Кейбіреулер үкіметке тапсырамыз деп даурықты. Бірнеше ауыл ақсақалдары араша болмаса, мені де ағзаммен бірге жерлер еді. Аса үлкен сәтсіздік болды. Жұртты жұмылдырып, үкіметке қысым жасаймыз деген еңбегіміз селге кетті. Оның көзі жасаурап, құлаққа жағымды дауысы да тарғылданып, дірілдеп шықты. Бейсұлтан күрсінді. Қауғадай боп өсіп кеткен сақал мұртын ширатып. Иманды болғыр, аңқылдаған, көңілінде кірі жоқ бір бетке адам еді. Жаным хандармен қарсыласты ғой. Бәлкім бізді де сұрап, айт деп зорлағанда шығар деп, ауыр күрсінді де қайта сабақтады сөзін. Байқонысты ұстаймыз деп үйінің маңына күзет қойған екен, ол қолға түспей Көксу жаққа қашып кетіпті. Ал Дәлелхан тәжінің ауылы да аңдуда екен. Кеше дүре жақтан келе жатқан бір жолаушымен кездесіп едім. Байқайым тегін жүрген кісі емес сияқты. Шынын айтпады. Тек оспандардың қарсы молайып барады. Қалел тәжінің туыстары Диуха жаққа ізденіп кетті дегенді емектесіп қойды деп, о да көрген білгендерін сыдыртып шықты. Енді қайткеніміз жөн. Осы жолы ереуілдің құрбанына ағзамы шалынды. Ондай бетпе-бет күреске енді ешкім шығар қоймас. Десе де қарап жатпай, қол жинап күш топтасақ қайтер еді. Сонан соң тиіп қашып шеріктерді мазалап, жаз шыға көтеріліске аттансақ болмай ма? Деді Арыстанбек. Ол үшеу олай ақылдасып, былай ақылдасып, сәресі мезгілінде қоғамен қамысты төсеніп көз іліндірді. Таң атқан соң Арыстанбек: маған мынадай ой келді. Алғашқы төңкерістің табылын қаққан Өр-Алтайдағы ағайындармен тілдесейік. Ол жаққа қазірше Қареке екеміз барайық. Ал Біке, өзіңіз ел ішін сағалап көңіл жетерлеріңізден қол құраңыз. Жалпақтағы ел ішіне де бықсып жана алмай жатқан қоламтада шоқпар деседі ғой, соны үрлеп көрмейміз бе? Деген тың ойын айтып еді. Бейсұлтан да бөлек көрмеді. Арыстанбекке таяна отырып, Өр-Алтайдағы сұлубайлармен сәйкеспесек, ойымыз қазірше сәтіне баспайды. Мен ағзам қазасын бетке ұстап, елді тағы бір қозғап көрейін, деді де, сәскеге жетпей Арыстанбек пен Қарекені жабдып Өр-Алтай жаққа аттандырып жіберді. Көп айналмай ол Дәлелхан ауылына қарай ат басын бұрды.